Қайырлы күн, құрметті суретшілер, бүгінгі дөңгелек үстелімізге келіп отырған қонақтар. Бүгінгі қазақ бейнелеу өнерінің бағыты мен жас суретшілердің көркем ізденістері атты дөңгелек үстелге қош келдіңіздер деп айтамын. Жалпы бұл дөңгелек үстелді өткізудегі мақсатымыз неде? Әрине, бүгінгі күнге дейін аз уақыттың ішінде, тіпті 3-4 жылдың ішін алатын болсақ, жалпы жас суретшілерге арналған көрмелер, конкурстар және қолдаулар көріп жатыр, естіп жатырмыз. Бірақ дегенмен әрине ол жеткілікті деп те айта алмаймыз. Және осы бейнелеу өнерінің көрмелеріне қатысып жүрген жас суретшілерді көптеп кездестіреміз. Бірақ дегенмен де әрине бүгін біз оның бағыты мен бағдарын, тенденцияларын дәл мынандай деп айта алмайтын себеп, айта алмауымыз да мүмкін. Өйткені қай кезде де өздеріңіз білесіздер, уақыт төреші, бірнеше уақыттар, кезеңдер өткеннен кейін барып қана сол бағыттың қандай бағытта екенін, нені бейнелегенін, қандай тақырыптарды қозғағанын сол айқын күннен күнге айқын көрініп жатады. Дегенмен бүгінгі біздің дөңгелек үстелдің мақсаты мынау елбасы қорының қолдауымен өтіп жатқандықтан осы негізгі мақсатымыз бұл фонд первого президента дейді ғой. Осы президент қоры бұл әсіресе жас суретшілерге көбірек қолдау жүргізеді. Мына араларымызда осы фондтан бірнеше қолдаулар алған суретшілеріміз де отыр. Бірақ дегенмен де бізде бүгінгі күні бейнелеу өнері бағыты бойынша, саласы бойынша, оны қолдау бойынша, оның көркемдік бағыты бойынша да жалпы бейнелеу өнеріне қатысты мәселелер өте көп. Әрине, мына бүгінгі пресс-релизде бірнеше бағыттарды көрсеткен екен. Мүмкін бұның түгел шешімін бәріміз отырып таппасақ та, дегенмен осыларды тарқатып көруге, осыны мәселе етіп көтеріп, біздің жаңағы сөзімізді, ұсыныстарымызды басқа адамдар да, суретшілер де көрсе екен, білсе екен деген ойдамыз. Және сіздерден сұрайтыным, бүгінгі қатысып отырған дөңгелек үстелге қатысушы суретшілер, өнертанушылар, осыған өздеріңіздің пікірлеріңізді білдіріп отырсаңыздар. Жалпы бейнелеу өнерінің бағыты дегенде, әрине бүгінгі біздің бейнелеу өнеріміздің бағытын қалыптастыратын бұл жас суретшілеріміз. Дегенмен де осы жас суретшілердің қолтаңбалық ізденістері тың ба, өзінше бір ерекше қолтаңба қалыптастыратындай бізде бүгінгі жас суретшілер әрине бар дейміз, бірақ дегенмен сол суретшілердің шығармашылықтары қай бағытта кетіп барды, және сол суретшілерге, жас қазақстандық суретшілерге қаншалықты бүгінгі күні қолдау көрсетіліп жатыр, және ол бүгінгі күнде жеткілікті насихатталып жатыр ма? Былайша айтқанда, осы тақырыптардың төңірегінде ой тарқатсақ деген ниетпен бүгінгі біздің дөңгелек үстелге әрине тек қана осы бейнелеу өнеріне қатысты соның бір мәселесін көтеруге құлшыныс білдіріп отырған суретшілер мен өнертанушылар келіп отыр. Енді мен мына сөзімді бастаған сөзді алдымен бергім келіп отырғаным, жалпы бейнелеу өнерінің бүгінгі оқу орындарында тәрбиеленіп жатыр өнертанушылар, суретшілер. Сонымен қатар олар мұражайларда өздерінің көрмелерімен шығармашылық жетістіктерін көрсетіп жатыр. Суретшілер одағы бар, олармен жұмыс істеп жатқан галереялар бар. Осы жан-жақты салалардан біздің бүгінгі дөңгелек үстелімізге қонақтарымыз келіп отыр екен. Ал алдымен мен осы сауалымды жалпы ең алдымен суретші болу әрине осы оқу орнында тәрбиеленеді. Сонда біздің атақты суретшілеріміз өздерінің дәрістерін беріп, өздерінің шығармашылық жолға салып отыр.
Дегенмен осы өздері тәрбиелеп жүрген, не болмаса көрмелерде көріп жүрген жас суретшілердің бүгінгі күнгі шығармашылық деңгейі қаншалықты деп ойлайсыз? Не болмаса бүгінгі күнгі суретшілердің бағытына қандай баға берер едіңіз? Осы жайында мен сұрап білгім келіп отыр, және осымен ой бөліссе деймін. Яғни бұл біздің Темірбек Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясының профессоры, Қазақстан еңбек сіңірген қайраткері, Қырғыз суретшілер академиясының академигі Жұмақын Қайрамбаевқа сөз бергім келіп отыр. Сәлеметсіздер. Енді өзі бір жаңа қазақ атамыз айтқан ғой, түйе сұрасаң бие аласың деген сияқты. Бізге енді мен өзім басым ойлаймын, жалғыз меніміз бәріміз айтқан кезде неғұрлым жаңағы өзімізден өзіміз көп жаңа сұрасақ, соның бір азғантай бөлігін істесек те бәріміз жиналған үлкен іс болады. Сондықтан айтайын деген мен өзіме 70-ші жылы келіп осы Алматы суретшілер училищесіне түскелі бері бала болып келіп, содан бері оқыдым, елге келіп, 40 жылдан бері осы жүргенде сабақ беріп жүрмін, содан бері өзім сол кезде бала сияқты болған балалар оқып жатыр қазір. Сондықтан мен өз бүткіл өмірім осы жастардың төңірегінде осыларды өсірумен, осылар өзім өстім, олар балаларды өсіріп жатырмын, содан келе жатқанда қарай творчествоны айтқанда мен енді өзім жаңа бүткіл Европада арадым, өзім Россияда оқыдым, Санкт-Петербургта. Оларға да талай барып көріп жүрмін, курстастарым бар, сабақ бердім. Балаларын көріп, біздің балалар әр жерде әртүрлі. Мысалы, Москвадағы суретшілер, кескіндемешілер қап-қарағып жасады жұмыстарын. Солай тарихи байланыс бастайды. Мысалы, Санкт-Петербургтағы олардың бір жаңағы сұр бояқтардың төңірегінде алады. Сонда қалыптасып қалған бірнеше жылдан бері. Бізде салыстырғанда біздің балаларымыз, қыздарымыз қазір бояқтарды соншама жаңағы бояулар өткір алады. Жаңа қарап тұрғанда, егер біздер кәдімгі бір өте биік болмаса да біз олардан кем емеспіз. Өйткені біздің балалар өте талантты, өте сондай бояу жағын көріп, ойларын барлық жаман емес. Жылына 2 рет міндетті түрде үлкен зал ұйымдастырып, кәдімгі бекер каталогын шығарып, кәдімгі қалаған суретшілердің бәрін жаңа жұмыстарын қойып, күзде бір рет, көктемде бір рет сондай көрме жасап беріп тұрса. Оған бәріміз қатыссақ, атсалыссақ, өнертапқыштарға кәдімгі жаңа бір гонорар бөліп, осылар не болып жатыр, соны жаздырса. Өйткені бізде қазір қай деңгейде келе жатқанымызды өзіміз былай айтамыз бір-бірімізге. Бірақ оны қағаз бетіне түсіріп, кәдімгі бүткіл елге таныстырып, үкіметімізге таныстырып, бүткіл жастарымызды түсінетін халге жеткізу үшін біздің басқа көрші елдермен салыстырғанда қай деңгейде екенімізді жазатын өнертанушылар жоқ. Енді осыларға бір сондай бір өкіметтен, жаңа министерстводан жаңа ұсыныс болып, сондай бір кітаптар бастырып жасатса, біздің өсіп келе жатқан көрсетіп жаңа кәдімгі активный дейді ғой, солай жұмыс істеп жатқан суретшілерімізді кішкене тағы қолдау етіп, жастарға бір конкурстар ұйымдастырып тұрса, біздің сонау алтын адамдарымыз табылған алтын адамдарында шыққандағы өнерлер, мына береден табылған нәрселердегі өнерлер, біз заманнан аттың үстінде жүріп осыны істеп келе жатқан. Ал қазір бәріміз үйіміз бар, сөйтіп тұрғанда істеу, одан да зор жұмыс істеуге болады ма? Соған пікірлеріңізді айтыңыздар. Және мысалы Астанадағы музейіміз салынып жатыр, солардың босты, мен барып көрдім. Мысалы осы жастар қанша істеп жатыр, ең болмаса бір кіші көрмелер жасап, әртүрлі ұйымдастырып, конкурс жасап, ең алдыңғы қатарда деген 1-ші, 2-ші, 3-ші орын алған жұмыстар сол музейге алып отырса, оның өзі де әр жағынан музейімізде тола береді. Жаңа жұмыс істеп жүрген, творчество істеп жүрген біздің суретшілерге жақсы. Енді әртістер сияқты айғайлы біз кішкене телевизор тұрып алмаймыз ғой. Бізді ешкім көрмейді, біз ешкімге көрінбейміз, тек алып келеміз, бір жылда 1-2 картинамызды көрсетеміз, болды. Бірақ соны бағалап, соны аңдып тұратын адамдар керек. Қазіргі энергия беретін ма, білмеймін. Сондай әңгіме. Рахмет, Жұмақын ағам.
шындығында да бүгін мынау біз қарап отырсақ, бейнелеу өнері басқа өнердің түрлеріне қарағанда бір шетте қалып қойған сияқтымыз. Әртістерге де, басқа өнердің түрлерінде көптеген конкурстары бар, басқа да шығып жатады, көрініп жатады. Ал енді қай кезде де бейнелеу өнері бұл өзі үнсіз, бірақ осы тарихтағы болған нағыз шындықты, тарихты жазып қалдыратын осы бейнелеу өнері. Қай кезде қарасақ та, тарихтан қарасақ та, жалпы өнерімізді қазір тіпті мынау 60-70 жылдардағы алыс кеткен жоқ қой. Соның өзін қарап отырсақ, сол заманның бүткіл жаңағы аурасын, бүткіл жаңағы болмысын сол суретшілер жазып қалдырған. Осыған қарағанда мүмкін бейнелеу өнеріне шынымен-ақ көбірек менеджерлер керек. Дұрыс айтасыз, Жұмақ аға. Бұл қолдау, алдымен өнер адамына қолдау керек. Өйткені өнер адамы өзі біріншіден өнерін шығарып, екіншіден оны апарып сатып, не болмаса басқа жаңағы бүгін нарықтық экономика деді да, бізде былайша айтқанда далаға тастады ғой суретшілер, өздерінің картиналарын өзі жазу керек, өзі сату керек деген сияқты. Әрине бұл бір адамның қолынан келе бермейтін іс. Бұған осы дөңгелек үстелдің аясында және басқа да өзіміздің ойларымызды қағазға түсіріп, мүмкін жоғарғы жаққа жіберу керек шығар. Әлнәс бұл істеп атқан істің әрине бұл осы 20 шақты адамның ортасында ғана қалып керек емес деп ойлаймын. Бұның мақсаты болу керек. Бұл порталды жұмыста өткен кезде бұл өнерге қолдау ретінде, сондай таныстыру ретінде мақсат болу керек деп ойлаймын. Және мынау соңғы кезде рухани жаңғыру бағдарламасы да өздеріңіз білесіздер. Осының аясында мүмкін суретшілерде, жалпы өнертанушылар да, дұрыс айттыңыз жаңа, мына өнертанушы тек қана суретшілер емес, бүгінгі күні өнертанушылар да тура суретшілер сияқты күн кешіп жатыр. Оларды да ешкім қолдап жатқан жоқ. Бір газет жоқ, журнал жоқ. Ал енді басқа газет журналдарға беретін болса, олардан ақы сұрайды. Сіз өзіңіздің жаңағы мақалаңызды шығару үшін мынанша ақша төлеу керексіз дейді. Сондай жағдайларды басымыздан өткізіп жатырмыз. Сондықтан да мүмкін бұл өнер саласы, бейнелеу өнер саласы бұл енді суретшілер мен өнертанушылар екеуін бір кеңістікте өмір сүретін болғандықтан екеуінің де проблемасы бір-бірімен байланысты және бірге шешіліп отыру керек шығар деп ойлаймын. Ары қарай енді сөз кезегін Қазақстан еңбек сіңірген қайраткері, Қазақстан суретшілер одағының төрағасының міндетін атқарушы Өмірбек Жұбаниязов сізге берсек деп отырмыз. Осы ойға өзіңіздің қосатын ұсынысыңыз, пікіріңіз, ойыңыз болса. Өзімнің қызметіне байланысты жиі Москва, Украина, Киев, кеше ғана Өзбекстанға барып келдім. Олардың жағдайымен салыстырамыз, не болса да. Өзіміз қалаймыз, олар қалай дегендей. Жалпы бейнелеу өнер енді ол жақта да шамалы төмендеген секілді. Енді мына кризис, дағдарысқа байланысты осы 2 жылдай болып тұр ғой. Ең ауыр тиетін жалпы шығармашылық адамдарға, шығармашылықпен айналысатын адамдарға түседі. Әсіресе суретшіге қандай жағдай керек? Бейбітшілік кезде, халық бай тұрған кезде олар үй салады, үй салғасын бөлмелері болады, бөлмелерге картиналар келеді. Оны сатып алады жағдай. Қазіргі жағдайда менде әлеуметтік жағдай осындай қиыншылықта тұрған кезде адам күн көрісінің өзі қиындап баратқан жағдайда енді картинаның нағысын шындап келгенде. Ал енді жалпы мына жастарға қолдау бір пункт тұр екен. Енді мен одақтың атынан сөйлеп отқасын, одақтың бұндай жағдайда қандай көмек жасап жатыр десе, өздеріңіз білесіздер, жас суретшілер одағы, суретшілер одағының қарамағында ашылып 3 жылдан бері бүкіл қағаздарын, жолдау бір хаттары, сұраныстарын одақ толтырып жазып жүр.
Жақында жас суретшілер орталығы ашылды, бұрынғы трамвай депосында. Оғанда жаңағы Кристина Депутатова, онда қолдап көмектесіп жүрміз. Оның ішінде жаңағы өздеріміздің заман құрдастарымыз Али Закиров, Танай, Ержан, шеберхана алып жатыр, әкімшіліктен байланыс жасап жатыр, тым жақсы. Әрі қарай алып кете ме деп, оған да өзіміз атсалысып көмегімізді беріп жатырмыз. Мына монументалды кеше көрме ашылды қалалық музейде. Жаңа енді айта жатар өзі, алғашқы осы бірінші президентіне хат жазғанда да оның қағаз берудің тәртібі бар, орны бар, уақыты бар, бәріне де суретшілер одағы көмектесіп келе жатыр. Сол қазір жаңа мысалы уже нешінші сан бойынша көрмелер өткізіп жатыр. Соған өзіміз атсалысуына басында тұрғанымызға өзім қуаныштымын. Сол сияқты жалпы адам суретші, жас суретшілердің ішіндегі адамның өзіне байланысты көп зат. Бізде мына суретшілер одағында білесіздер, көп жалпы 1112 адам болып тұрса, қазір Қазақстан бойынша енді орта буын мен аға буын дейміз, көп саны, жастар енді аздау. Енді әр суретші жақсы болғысы келеді, өскісі келеді. Енді одақ жалпы барлық келген адамның ешқайсының бетін қайырған жоқ деймін. Осы 2 жылға жуық осы міндетін атқарып отырсам, мен өзім сұраймын, тағы қандай ойларыңыз бар, не жағынан көмек берейік. Мына биыл атап өткім келеді, жаңағы үкіметпен қарым-қатынас деп жатырмыз ғой. Мына Алматы әкімшілігімен универсиада өтті, Алматыда білесіздер. Енді тұңғыш рет жаңағы 4 ай бойы жағалап жүріп, суретшілер қатысты сол универсиадаға. Бірінші қысқы пленер өтті, бүкіл спорттың жаңағы өтіп жатқан объектілеріне бәріне қатысып суретшілер жаңағы натурадан этюдтар жазды. Ол да бір шарамыз. Кешегі өткен жастар көрмесінде келіп қарағанда, енді өздеріңізде байқадыңыздар. Біз қаншалықты мықтымыз, жақсымыз, таланттымыз десек те, сырттан келген суретшілердің өздерінің құрдастарын қойған кезде айырмашылығын байқалады. Қаншалықты біз мықтымыз. Біздің үлкен буында да сондай ой бар. Жаңағы Москва, Ленинград мектептері әбден қалыптасқан сондай ортаға барсақ, олардың не болса да деңгейі, мектебі көрініп тұрады. Мына кешегі өтіп жатқан жағдайларда жастар біреу-саран келіп көмектеседі, көп риза болады. Енді кеше биыл тағы атап өтейін, 2 симпозиум өтті, 6 пленер өтті. Былтыр қарағанда 3 есе көп. Ал неге бұл жалпы жергілікті әкімдердің шамалы түсінігі пайда болған шығар деп ойлаймын. Күшербай, Қызылордада келесі жылы халықаралық өткізсем бе деп отыр. Ол кісімен де сөйлесіп, шамалы көзі ашық адам бейнеленеріне. Атырау биыл филиалымыз ашылды. Былтыр Петропавлдан филиалымыз ашылды. Өзім соған атсалысқаныма қуанамын. Себебі біз көбейіп жатырмыз. Көбейгесін сапасы да болады деп ойлаймын. Сондықтан мен жалпы өтінішім өнертанушыларда сіздер бағыт беретінді, сын айтатынды сіздерге көп зат байланысты. Жастарымызға да, үлкендерімізге де, орта буынға да. Рахмет. Рахмет сізге. Яғни тыңдап отырсақ, бейнелеу өнері саласында қай жағынан алсақ та мәселелер өте көп екен. Және ол
кейбір жағы шешіліп те жатыр. Біздің байқағанымыз мүмкін өзімізге де байланысты болған көрініп тұр. Көбірек жаңағыдай сұраныстар жасау керек, көбірек бару керек, жазу керек деген мәселені естіп отырмыз да. Енді мен келесі сөз кезегін бергім келіп отырғаны, осы жаңа алдымызда айтып кеттік, бізде жан-жақты оқу ордаларынан да келіп отыр, суретшілерді дайындайтын, соның ішіндегі атақты біздің сонау жас мамандарымызды, суретшілерімізді дайындайтын Орал Таңсықбаев атындағы Алматы сәндік қолданбалы өнер колледжінің жоғары санаттағы оқытушысы, монументтік кескіндеме суретшісі Әли Бақтыгереев. Сізге сөз берсек деп отырмыз. Жалпы бүгінгі осы дөңгелек үстелдің аясындағы болып жатқан осы сауалдарға өзіңіздің ойыңыз және монументалист суретші ретінде де өзіңіздің бір осы салаңыз жайындағы айта кетсеңіз. Бейнелеу өнері, өзіңіз айтқандай, тарихтағы эпохаларды айтқандай. Тарих деген бейнелеу өнері. Жарайды. Енді жаңағы министрлікте түсінетін, түсінбейтін адамдар дегенде оған да реңгізім керегі. Реально солай, профессионалдар жоқ. Қазіргі рынок жағдайында оларға не тиімді, қандай бағыттар? Екінші жағынан біз енді ойлайтынмын суретшілер. Біз енді совет үкіметін көрдік. Одан кейін біздің заманымызда дүние өзгерді, мынандай болды. Бірақ өнер өзінің тиісті несін туады, ол жақсы болсын, жаман болсын өмір сүреді. Кешегі мына болашаққа көзқарас еді, өйстіп көрдік, жаңағы өмірге айтқанда Яхиханды көрдік. Міне мектеп. Оның қасында біздің суретшілер иллюстраторлар сияқты. Иллюстратор. Белгілі бір моменттар бар, белгілі бір жаңағы кішкентай ұмтылыстар көрсетеді, бірақ нақты түбіне шейін профессионалдық дәрежеде үстелінбеген. Яғни өрі мәселесі кемшін болып отыр бізде. Талғамдарыңызға, түйсіктеріңізге әңгіме жоқ. Тақырып таңдауларыңыз еркін әңгіме жоқ. Жалпы біздер негізінде ерте совет үкіметінің несін көрген адамдармыз ғой. Белгілі бір жағдайда үлкендердің көзқарасымен ойлағым жастарға айтқым келеді, еркін болыңдар, ешкім тыңдамаңдар. Заманымыз да қатал, былай болу жағдай жоқ, әрекет жасау керек, өнермен айналысу керек. Өнер дегеннің өзі бір муза дегені бар, бір ауыл сияқты жағдайға жеткізеді адамды. Адам өмірінде бір әуестенеді, анау сияқты, мынау сияқты болады. Ең соңғы сәтте бір муза егер сені емденсе, как жын сияқты, шайтан. Уже сен соның адамсың. Сіз сонымен өмір сүресіз, сіздің мұратыңыз. Жалпы мен өзім жеке айтылған сөздерге байланысты басқаша қараған дұрыс деп ойлаймын. Әрине үкіметтен қолдау керек. Қолдау дегенде қаражат, насихаттау дегенде енді ол жаңағы басты сөзде не болу керек шығар. Енді біздің ойынша кәдімгі ішкі студенттердің өзінде қазақ тілі әлі деңгейі жоғарылаған. Әлі атшыл атаң болында теңеулерде бейнелеу өмірге деген көзқарастары, өнерге байланысты көзқарастары әлемдік деңгейде қалыптасқан. Біздің енді территориалдық, географиялық жағдайда да жасай алмаймыз. Өнердің жағдайы енді баяғына музейде Арбаттың жұмыстары өстіп болып, соған шейін талғам шығып кеткен кездер болды. Қазір енді Кастеев өзінің өз қорғап жатқан шығар, деңгейлерін көтеру. Жалпы өнердің ордасы Алматы деген өзі кішкентай ғана қала сияқты болып тұрды, суретшілердің саны, жағдайына қараса. Союздағы жағдай тоже қиын жағдай, қиын. Адамдарда бір салғырт жұмысқа деген құлшыныс, өмірдің ағымы адамда қашып бітті. Жалпы суретші жұмыс істеу керек, суреттен басқа қолынан ештеңе келмеу керек, меніңше. Жаңағы үй салу керек деген сияқты, мынау мән-дәрмен мен білмеймін. Бірақ енді бәйге жұмысы, арба сүйреп жүріп, бәйге қалай қосылады? Арбада бала шағасы отыр, семьясының жағдайы отыр. Это жағдайсыз. Союз керек, қоғам. Шетелде ондай жоқ шығар. Және оның маңайында болашақ жаңағы жастар топтасуы өте қажет. Өйткені өнердің өзі тек қана гуманизмнен тұрады. Әйтеуір мемлекетке қарсы, елге қарсы ештеңе жоқ жерде.
Просто оның бағасын жиналмай жатқан үкіметке енді ренжімеу керек. Түсінетін шығар. Мысалы, ағаш деген сөз ағылшын тілінде тек қана суретшілерге арналған. Қалған өнер бөлек еді. Осыған бейнелеу өнеріне салмақ салған елдер дамып кетті. Соны игілігін бәленбай 100 жылдан кейін көріп отыр. Міне наличие. Міне кинода архитектура сол жемістер. Қазіргі ең дамыған сала сол кино мен архитектура. Мысалы, Пикассоның несін қарасақ, сол эпохасын көріп. Мен көріп тұршты бір атысты көремін де Пикассо не істейді маған. Соның эпохасы. Одан кейінгі мына Энди Уорхолдың мына қазіргі несі информация эпохасы. Енді жаңа эпохалар келіп жатыр. Қазақстанда сонда қандай несі бар? Кешенәңгі Якихан Сапкоевтердің несі бар. Қазір Россияда ұсақ мәдениеттері көтеріліп жатыр. Қайтадан табиғат, қайтадан мәдениет ұсынысқа шығып жатыр. Өйткені орыс халқының өзі саясаттанып кеткен халықта оның самобытиясы жоғалған. Ұлт деген, народ деген мағынада. Кейде білеміз, өнер өшпейді, ол дами береді. Мысалы, біздің 60 жылдағыларына Латин Америкасының өнерінен ташып алған. Бір кезі Орескалар, Рибера, Секеровтар, одан кейінгі Гарсия Маркес жазушылар. Мысалы, біздің 60 жылдарда нені қарасам, біздің суретшілер сосын ақындар, музыканттар, шәншілер, мұқағалидар. Мысалы, Асқар Сүлейменовке қарап отырсам, бір ренессанс, өркендеу деп жатырмыз ғой, жаңғыру. Кейде ойлаймын, рухани жаңғыру, рухани революция әкеле ме екен деген сияқты. Что это такое жаңғыру? Сен сынған рухың жоқ болса, қалай жаңғырасың? Үйің болса, үйің жаңғыртасың. Мешінен болсын, мешінен жаңғырасың. Яғни, өзгеру деген емес, жаңару деген онда. Жаңару деген өз деңгейінен, өз стерженінен. Өзгеру деген сөз, өзгеге келу. Соны қысқарған. Бізге шетелдің үлгілері емес, тәжірибелері. Мен просто жастардың мәселесін жаңағы көргім келеді. Мына бейнелеу өнерінде қазір жастарға не жасаймыз? Суретшілерді қолдау, шығармашылық насихаттау, көркемдік деңгейін бағалау, даму бағытын жаңадан сенсен алып тұр. Тақырып өте терең, маңызды, сонымен қатар көбірек жұмыс жасайық. Рахмет сізге көп. Әрине, суретшілер бұл алдымен суретші, бірақ дегенмен өздерінің рухани жағынан да өте терең болу керек, білімі өте кең болу керек. Мен өзім қазір сіздің мынау сөзіңізден осындай бір нәрсені сезіп тұрғанда, сондай бір суретші тек қана техникасы болу керек емес, оның айтатын ойы болу керек. Ең алдымен бағаланатыны осы нәрсе. Сондықтан да бүгінгі күні енді шындықта да біз бағаналы бері айтып жатырмыз, әрине суретшілерге қолдау керек, онысы мүмкін емес. Өйткені жаңа өзімізде айтып жатырмыз, суретші тек қана суретшілікпен айналысу керек деп. Ал суретші алаңсыз өз суретшілігімен айналысу үшін, сурет өнерімен, оған қандай да бір қолдаулар керек. Ол өзінің жаңа болашағына сенімді болу керек. Сондықтан да қолдау керек. Бірақ дегенмен бізде кейде мынандай да жағдайлар болып жатады. Кейбір жақсылықтың жамандық жағы да болып қалуы мүмкін. Қолдау көрсетеміз деп, бізге жаңағы тапсырыспен береміз деп, сол бұрынғы тапсырыстық, не болмаса біреудің тақырыбына, идеологиясына кетіп қалып, суретшілер өздерінің шығармашылық еркіндігін жоғалтып алуы да мүмкін. Оны да ойлануымыз керек деп ойлаймын. Ол да бір шегінен шығып кетпейтіндей болу керек. Енді осыған байланысты, мынау соңғы кезде былай болып жатыр ғой да, көрмелер көбінесе тақырыптық көрмелерден көп болып жатыр. Сол тақырыптық көрмелер қаншалықты жас суретшілерге қажет. Кейбір кезде кейбір шығармашылық адамдар ондай тақырыптың шеңберінде қалғысы келмейді. Өзінің айтатыны бар, дейтіні болады да. Ал дегенмен бүгінгі мысалға тақырыптық көрмелер, не болмаса тек көрмелерге байланысты ғана емес. Жалпы осы суретшілер, бүгінгі суретшілер өзінің тақырыбын, алған тақырыбын қаншалықты деңгейде көркем тілмен айтып жеткізіліп жатыр.
бұның көркемдік ерекшелігі, қолтаңбалық ерекшелігі байқалып тұр ма? Не болмаса біз жас суретшілер көрген кезде бірдей ұқсас жұмыстарды көреміз ба? Осыны егер де мүмкіншілік болса, суретші ретінде өзіңіздің ойыңызды айтып берсеңіз деп. Мүсінші Орал Таңсықбаев атындағы Алматы сәндік қолданбалы өнер колледжінің оқытушысы Өскенбай Мәлік. Бізде бейнелеу өнері кенже қалып барады соңғы кезде. Қарап отырсаңыз, бұрын Совет үкіметінің кезінде 15 республиканың әрқайсысын қазір алсаңыз, өз алдына мемлекет болып отыр. Әрқайсысында кем дегенде 2 жоғары оқу орны бар. Біреуі жаңағы таза бейнелеу өнері мүсінге бағытталған болса, екіншісі жаңағы қолданбалы өнер промышленный дизайн дейді. Ал енді бізде соның біреуі де жоқ. Жаңағы оқу орны бар дейді, мысалы Жүргенов ол таза бейнелеу өнер емес. Шабытұлы таза бейнелеу оқу орны емес. Яғни ол көлеңкеде қалып қойды, бейнелеу өнері көлеңкеде қалды. Сондықтан ал оқу орны деген не? Оқу орны деген мына жастардың талғам мәселесін тәрбиелеу. Егер жастарда сол оқу орнын бітірген келешекте болашақ маман суретші болған кезде талғам болмаса, ол жаңағы бізге өнер саласына ешқандай үлес қоса алмайды. Қазір бізде Қазақстанның бұрыш-бұрышында әртүрлі ескерткіш қойылып жатыр. Ол жаңағы Қазақстан түк талғамсыз, ұсқынсыз адамды шошытатын да ескерткіштер бар. Ал оны көрген оны көрген жастар, оны көрген халық қалай тәрбиеленеді, қандай пікір пайда болады, одан ешқандай талғам берілмейді. Мен айтып отырғаным сол худсовет керек. Соны эксперт болу керек. Ананы ескерткішті өткізетін қандай, соны жаңағы құндылығын бағалайтын. Ол жалғыз ғана ескерткішті емес, живописьтен басқа да. Мысалға бізде живописьте неше түрлі жұмыстар кетіп қалады. Ал өйткені ол құндылықты не қою үшін сол талғам мәселесі болу керек. Сондықтан бұл жаңағы оқу орнының бірінші мәселе бізде меніңше болса Қазақстан осы мына Қырғызстанның өзі кейіннен біздің кадрларды театральный институт дайындады, бірақ академиясын кейін ашып алды. Ал бізде әлі күнге дейін жеке өз алдына бір академия жоқ. Сондықтан болса бірінші осы мәселе бізде Қазақстанда сол оқу орны, жоғары оқу орны керек суретшілерге. Ал енді екінші жағын айтып отырмын, мына Союздың кезінде қарасаңыз, ол жерде художник деген журнал болған. Юный художник деген журнал болған. Мысалға біз, мен айтсам, соған тәрбиеленіп үйрендік. Өйткені юный художникте жас суретшілер қарайды. Дәрежесі сол где-то 7 жастан бастап ең арғы жақтан 14 жасқа дейін суретшілерді жұмыстарын шығарады. Соны көріп, сол жерден жаңағы деңгейін көресің. Әр республиканың деңгейі қандай, ана жердегі жас суретшілер не істеп, мықты жас суретшілер не істеп жатыр. Соған байланысты содан талпынады жаңағы, алға қарай ұмтылады. Сол сияқты бізде мына Қазақстанда сондай бір журнал керек. Жас суретшілерге арналған, өйткені біз сонда мына өнертанушылардың бірден-бір несі жұмысы сол мүсіндерге, сол жұмыстарға анализ жасау керек. Худсовет болу керек, жаңағы ескерткіште болсын, жаңағы выставкада болсын. Сонда ғана кішкене бейнелеу өнерінің деңгейі көтеріледі деп ойлаймын. Мысалға біздің колледжде былтырда біз конкурс өткіздік, жаңағы жібек жолы деген. Жібек жолы өткізген кезде Жүргенов колледжі қатысты, өзімізден, содан кейін Өзбекстаннан Бенков атындағы училищеден келді оқушылар, студенттер. Сонда мысалы біз көріп қалдық, мен өзім жүйеде болдым, көрдім мысалға. Тәп-тәуір мысалға, қалай Өзбекстанның жаңағы студенттер қалай біздің балалар да көрді мысалға. Уже бір-бірін сол сияқты біздің қарым-қатынасты қазір жоғалып барды. Ең болмағанда жақында тұрған көршілер Қырғызстанның жаңағы нелермен, осы Өзбекстанның осы Орта Азиядағы жас суретшілер, студенттер бір-бірімен сондай байланыс болса, сондай орталық болса, сонда жаңағы өнертанушылар да соны зерттеп анализ жасайды, мына мемлекетте қалай жүрді, мына жақта қалай жүрді жаңағы. Сондай нелер бізде көмек жаңағы болса екен деп ойлаймын. Бүгін біраз мәселенің басын ашып жатырмыз. Енді мен осы сұрақтың төңірегінде мынау арамызда өнертанушылар отыр екен. Сол өнертанушыларға беріп көрсем деп отырмын. Жаңа өткен сіздердің барлықтарыңыз айттыңыздар. Оған мен де қосыламын. Шындығында да мынау өнертану саласы да оны айту керек. Оның жазылып жатқан, айтылып жатқан баспасы жоқ, баспа беті жоқ арнайы.
былтыр ғана біз мысалға Ресейдің Санкт-Петербургтағы Рейгин атындағы өнер институтынан онлайн лекциясын өткіздік. Сол кезде онлайн лекциясында бізге бір өнертанушы сол Санкт-Петербургтан шығатын тек қана суретшілер жайлы жазылатын журналдардың, газеттермен таныстырды. Сонда бізге 2 сағаттың өзінде бітіре алмады. Бізде Әбілхан Қасиев атындағы мемлекеттік өнер музейінің мұражайының Қазақстан қолданбалы сәнді өнер орталығының аға ғылыми қызметкері өнертанушы Гүлнар Жұбаниязова. Өзіңіздің осы бүгінгі айтылып жатқан мәселеге байланысты пікіріңізді, ойыңызды айтсаңыз. Бүгінгі осы дөңгелек столдың басталуынан өнер туралы айтып жатырмыз. Өнерді дәріптеу туралы, оны қалай қаймақ қылып шығарсақ дейміз. Оның бәрі мәселенің бәрі қаржыға тіреліп жатқан тағы айтып жатырмыз. Жаңа айтып кеткен әңгімелердің бәрі қазіргі кезде, бүгінгі кезде, дәл қазір уақытта өте көкейкесті мәселелердің бірі болып жатыр. Оны күніге айтып та жатырмыз. Біз өнертанушылар да, суретшілер де жылай алмаймыз. Өнерге кіріп алып жазатынымыз жазамыз, оны сайттарға кіргіземіз, болмаса конференция өткізіп, оны мақалалар жинағын шығарамыз, сонымен оны тасқып жағамыз да, сонымен отырамыз. Бұл жердегі мәселе біреудің қытығына тиетіндей емес. Өнертануға келетін болса, мынау көптеген көрмелер өтіп жатыр, оған әрдайым өнертанушылар келеді, оратор болады, өнерлерін дәріптейді, көрсетеді деген сияқты, онымен қоса телевидение келеді деген сияқты. Олардың бәрі, жұмыстардың бәрі кәдімгідей план бойынша, жоспар бойынша жасалынып отыр. Бірақ енді әншілерге, күйшілер, бишілерге қарағанда біздікі қысқарып, ол бір күн, 2 күн пиар еттерміз, одан кейін тағы да тынышталып қаламыз. Көрме күнігі өтіп жатыр. Жастар үшін де, басқа үшін де, шетелден де келіп жатыр. Суретшілер одағынан да жылына қаншама 2-3 көрме өтеді. Енді бұл жердегі мәселе неге жазылмайды деп өнертанушыларға көп наразылықтарын айтады. Жазып жатырмыз. Сайтты қарау керек, суретшілер оқу керек. Болмаса Жүргенов академиясынан да, Қастеев музейінен де үлкен конференциялар өтіп жатады, халықаралық өтіп жатады, студенттер арасында, болмаса жаңа республика арасында. Барлық жерде біз өнерді дәріптейміз, орта буынды да, аға буынды да, жас суретшілер туралы да бәрін жазып жатырмыз, орысшасында, қазақшасында. Оны ашып оқып көру керек. Болмаса конференцияға келіп, қатысып, суретшілер туралы не дейді екен деген сияқты соның мәселесін бәрін тек қана өнертанушыға ғана қатысты болмау керек бұлардың. Болмаса тарихшыға қатысты болмау керек, философия ғылымына да қатысты болмау керек тек қана. Онымен біз суретшілер, мен осы кездегі заманауи өнерге кім жазар екен, қандай өнертанушы бізді дәріптеп жатыр екен, кім екен олар деп сондай қызығушылық болу керек суретшілерде. Біз қалай қызығамыз суретшілерге, солай оларда да сондай қызығушылық болу керек. Қарым-қатынас деген сонда, сол үшін жаңағы жазылған нәрсені парақтап оқып, мына жерін осылай жазыпсыз ғой, мен келіспеймін деп, іздеп тауып алыңыздар. Біз осы жердеміз бәріміз. Сондықтан да өкіметтің тарапынан, ол өкіметтің тарапы, өнертанушының тарапынан ол қағаз жүзінде біздікі. Алар айтарымыз ол. Суретшінің туындысы дәл қалай жазылса, өнертанушының мәтінге дәл солай шығармашылықтың туындайды. Ол отырып сүйке салғаннан көркем мәтін шықпайды ғой. Сондай өнертанушыға да сондай бір құрмет болса дейміз да. Жазып бере салып, жаза салып, ол мүмкін емес, ол жазып бере салып, жаза салған шықпайды, ол толғану керек, ойланасың, ой қорытасың. Мәтіннің де композициясы бар, басталу, аяқталу бар, ортасында айтатын жері бар. Дәл сондай құрмет сол мәтінге де болса, өнертанушыға болса дейміз.
келіп жазып бере сал, қарай сал, соны өнертанушының мәтінін жөндейтін жағдай сіздер бар. Ол да тұлға ғой, ол шығармашылық тұлға, оның шығармашылық жұмысы. Ол суретшіге ұнамау міндет емес. Ол оның көзқарасы. Сондықтан дәл сондай құрмет көрсетілсе дейміз. Басқасын бәрін қалған кезде. Өнертанушы мәтін әкелді, ол жас шығар, тәжірибе шетінде, бірақ ол оның көзқарасы. Ол оның туындысы, оның көзқарасы. Яғни ол да бәрінің суретшінің туындысы секілді. Жанры бар, бағыты бар, оған міндетті емес. Суретшілер сіздер өнертанушыларды қозғай бастадыңыздар. Әрине, шынынан да қандай нәрсе болмасын, ол жазылған, сызылған, айтылған нәрсенің барлығы, оның бәрі өнер жайлы айтылса, өнерді жазса, жалпы кез келген шығармашылық бұл тура сондай картина жазған сияқты, мүсін жазған сияқты, ол да бір толыққанды болу үшін шығарма болу, және ол оны қозғай алатындай, егер туынды болса, соған жазылуы мүмкін. Сондықтан ол да бір мәселе, мүмкін бұны басқа, өйткені бүгінгі біздің қарастыратынымыз бұл басқа мәселе. Жалпы өнертанушыны да толғандырып, ойландыру керек сол өнер туындысы. Осы конкурс жастарға не алып келді? Не болмаса конкурс мотивация тудырады ма жастардың бойында, жас суретшілер? Яғни олардың құлшынысын тудырады ма? Келесі конкурсқа қатысу, не болмаса жаңағыдай осылай бір тағы да бір конкурстарды қажет етеді ме, не болмаса тағы да басқа жағынан, шығармашылық жағынан осындай осыған байланысты осы өзіңнің мынау жастар көрменің негізінде айтып берсеңдер. Әрине, мұндай кез келген бейнелеулер саласындағы байқаулар болсын, конкурстар, көрмелер біздің жас суретшілерге шабыт беріп, одан ары жаңағы мотивация деп жатырмыз, ол тудырады. Себебі бір ғана кеңістікте бұл көрменің негізі мен енді Әбілхан Қасиев атындағы музейде бірнеше жылдар жұмыс істеп келе жатырмын. Көптеген жас суретшілердің көрмесіне кураторлық қызмет атқардым. Оның ішінде өзіміздің талантты суретшілер Нұрахмет Нұрбол, Алмас Орақбай, Әсем Құлбейбет секілді біздің жас талантты, дарынды, болашағынан көп үміт күттіретін суретшілердің керемет көрмелері өтті. Оны барлықтарыңыз көргенсіздер, білесіздер, көрермендер де көп болды. Ал енді осы болашаққа көз қарасатты осы Қазақстан Республикасының тұңғыш президент қорында ұйымдастырған көрме, бір ай ғана көлемінде ұйымдастырған көрме, осы бір ай болмаған осы тұңғыш президент қорының мен шығармашылық жастар кеңесінің мүшесімін. Сондықтан осы көрмені ұйымдастыру маған тапсырды, ұсыныс білдірді. Соның уақыт тығыз болғанына қарамастан бір айдың ішінде біз енді деңгей жағынан жақсы көрме ұйымдастыруға тырыстық. Халықаралық деңгейде өтті, өздеріңіз білесіздер, кішігірім мынандай каталог басылып шықты. Ресейден, көрші Қырғызстаннан, Өзбекстаннан және Украинадан суретшілер қатысты. Соның ішінде өзіміздің республикамыздың түрлі өңірлерінен де Астана, Қарағанды, Орал, Батыс, Шығыс, Солтүстік, Оңтүстік бүкіл өңірлеріне суретшілер қатысты. Енді мен бір айта кететін нәрсем, жаңа да Өмірбек ағай айтып кетті, аға буын суретшілер ағаларымыз айтып кетті. Осы көрмеге қарап, енді бүгінгі біздің бейнелеу өнерінің деңгейі қандай уақытта кетіп бара жатыр дегенге бір баға беруге болады. Себебі әрине бұл көрме біздің жас суретшілеріміздің жаңағы соның ішінде біздің соңғы уақытта көркем сурет мектептеріміздің деңгейі меніңше әлі де жаңағы деңгейі енді көп кемшіліктер бар, түсіп бара жатқан секілді. Себебі жаңағы ағаларым өзі айтып кетті, салыстырмалы түрде қараған кезде сонау көршілеріне Ресейден келген Рустам Яхихановтың мысалы туындылар, олар да өздеріңізбен қатар, біздің жас суретшілермен қатар 86 жылғы жас суретші, бірақ ол мектеп, дәстүр әрине бірден көзге көрініп тұр. Осы көрмеге біздің суретшілер көп жұмыстарын әкеле бастағанда көбісі кішігірім форматтағы пейзаж, лирикалық бір этюдтер мысалы сондай жұмыстар болды. Енді мен бір айтқым келетіні, бүгінгі таңда біздің бейнелеу өнеріне, соның ішінде жас суретшілерге бір тақырыптық дүниелер жетіспейтін секілді. Қандай тақырып, жаңа өздеріңіз айтқандай ой туындардың бір сюжет, тақырыпқа құрылған туындылар жоқтың қасы. Мысалы, біздің музейде кеше ғана Ақанаевтар әулетінің көрмесі ашылды. Мысалы, Амандос Ақанаевтың
барлықтарыңыз білесіздер, этот неспокойный мир деген үлкен триптих жұмыс бар. Ол ортаңғы бөлікте жаңа Олжас Сүннеттің портреті бар. Жаңа Невада Семей сонда үлкен қайғылы жаңа қасіретке арналған үлкен композициясы триптих. Сол туындысын Аханбек бар жоғы 30-38 жасында жазған. Ал біздің жас суретшілерде осындай бір ойландыратын, бүгінгі қоғамдағы қандай да бір мәселелерді, қандай да бір проблемалар көп қой. Қазіргі қоғамды әлеуметтік жағдай болсын көрсететін бір туындылар бізге жетіспейді. Суретшілер өздерінің жаңа кішігірім несінен шыға жүрген секілді. Мүмкін батылдығы жетіспей ма біздің суретшілерге. Кішігірім әкелген форматтарынан ақ байқауға болады. Мысалы осы көрме хабарландыру жасалған кезде көбісі кішігірім шағын ғана, мысалы 60-50, 70-80, 1 метрден аспайтын туындылар болды да. Мысалы үлкен жаңағы көлемді бізде туындылар әлі де аз. Сондықтан да мен болашақта бір ұсыныс ретінде біздің суретшілер кішкене батылырақ болатыны, қоғамға ашылып, біздің себебі суретшілер әр кезеңде де сол дәуірдің, сол қоғамның жүйкесі негізгі жаңағы миы болып табылады. Барлықтарыңыз білесіздер, әлемдік бейнелеу өнер тарихына қарасақ, жаңа ренессанс дейміз, қай дәуір болсын, сол дәуірдің негізгі мазмұн тарихын бұл суретшілердің туындыларына байланысты атау берілген. Яғни сол біздің суретшілер жасап кеткен. Бірақ енді тек қана бізде барлығы жаман деп жылай берудің қажеті жоқ. Біздің жаңағы жетістік тұстарымыз да өте көп, жаңа айтып кеткен талантты жас суретшілер де өте көп. Бүгінгі таңда бізге бір-біріміздің жаңағы жаманымыз бесімізге басып, бір-бірімізді қараламай, барлығымызге бір ауызды тату-тәтті бірге жұмыс жасау керек секілді. Себебі жаңа айтып кеткен біздің бүгінгі бейнелеу өнерінде мәселелер өте көп, жаңа проблемалар шешілуге тиіс. Мен ойлаймын, менің ойымша оның шешімі бар. Кеше ғана біздің Әбілхан Қасиев атындағы Әбілхан Қасиевтің жеке мұражай үйінде осындай тағы бір дөңгелек стол болды. Еркін ағай, ол жерде Бексұлтан Нұржекеев, біздің жаңағы әдебиеттегі түрлі жаңағы аға буын майталмандар келді. Сол дөңгелек столдың мысалы негізгі несі жаңағы біздің қазақтан шыққан тұңғыш суретшіміз Әбілхан Қасиевтің мұражай үйінің бүгінгі жай-күйі, мысалы сонда Өзбекстанда немесе басқа да елдердегі өздерінің тұңғыш суретшілерінің мұражай үйімен салыстырып бүгінгі деңгейін сондай деңгей деп айту өте ұят. Енді мен тура осы тақырыптың аясында ары қарай өрбітсек деп отырмын. Келесі сөз кезегін Мақсат Әли, суретші, орталық мұражай қызметкері. Енді өзіңе сөз беріп отырған себебім өзінің 100% деген жаңағы көрменің ұйымдастырдың, осыны ұйымдастыру барысында, осы жастармен жұмыс барысында сенде осыған байланысты қандай ойың бар? Жас суретшілердің бүгінгі хал жағдайды, шығармашылыққа байланысты бағыты, ізденісі қалай деп ойлайсың? Енді рахмет сөз бергендеріңізге. Жаңа ақсақалымыз да айтып кетті, аға буын, орта буын ағалардың бәрі өнертанушыларда әркім жаңағы өзінің жаңағы жаралы жерін жүрегінен шыққан сөздерімен жеткізіп түсіндіргісі келіп бір-бірімізге ой бөлісіп жатырмыз. Енді жалпы бұл жердегі жаңағы айтып жатқан мәселелеріміздің бәрі менің ойымша жеке өз пікірім. Бұл сөзбен шешілетін нәрселер емес, тек қана іспен шешіледі. Әркім өзінің деңгейінде, өзінің қоршаған ортасында жұмыс істей білу керек деп ойлаймын. Енді біз шама-шарқымызша жаңағы суретшілер одағы қолдау көрсетіп, оның алдында біз пленер жасап жүрген немізден Алматы менің сүйікті қалам деп көрме жасағанбыз, кішігірім 17 кісі қатысып суретшілер одағының жаңағы көрме залында жасадық. Содан кейін осы суретшілер одағының, жас суретшілер одағының басында жүрген бір топ жігіттер енді осы көрмелердің аясын кеңейтсек, жаңағы республикалық деңгейде жасасақ деген сияқты ой пікірлермен жаңа 100% ол менің жаңа куратор сияқты болғанмен тек қана менің идеям, менің не десем өтірік айтқан боламын. Сол үшін бір топ жігіттермен сөйтіп ақылдасып шештік. Бірақ жаңа жастық деңгейі ол жерде 38-ге дейін қатыссын жас суретшілер болғаннан кейін деген жерде мен онда куратор болып қалайын дедім да, сол ұйымдастыру жағын мен өзім алайын. Сіздер де басқа суретшілер секілді жаңа қатысыңыздар, жаңа жүлделі орындар бір нәрсе болып жатса, сол жерден жаңа өздеріңіздің марапаттарыңызға ие боласыздар деп жасаған едік. Енді деңгейге байланысты айтқан кезде бұл жаңағы айтып отырсыздар ғой, біз деңгеймен бір бейнелеу өнерді жаңа бағалау мүмкін емес сияқты деп ойлаймын. Өйткені қазір өздеріңіз білесіздер, заманның несіне байланысты әртүрлі бағытта жан-жақты дамып кеткен да. Мысалы үшін енді бізге жаңа минимализм басқа бір нәрсені жаңа шетелден келіп ұсынып жатады. Кеше Казарен центрде жаңағы Жапонның 114-ге ма 70-ге келген апаларының жаңа қолмен сызылған суреттегі
сол жерде өнер ретінде көрсетіп жатыр мысалы үшін. Оны да барып көру керек, оны да өнер. Бұл өнерде әр нәрсе, әр өнердің өзінің орнымен болғаны дұрыс деп түсіну керек та. Ал бір адам реализмдік жанрда жұмыс істеуі мүмкін, оны сіз неге абстракция жасамайсыз деп оны кінәлауға ешкімнің хақы жоқ. Ал біз жастар жаңағы енді қазір соңғы 10 жылда жақсы дамып келе жатыр деп жаңа дұрыс айтып кеттіңіз. Енді сол дамығанның нәрсесінің нәтижесін көрсету үшін суретшілер жаңағы тек қана көрмелерде ғана көрсетіледі. Әншілер өздері жаңағы тойда да көрсетеді, басқада да көрсетеді, жаңағы конкурсында да, фестивальде көрсетеді. Біз тек қана көрмеде көрсетеміз. Ал көрменің саны көбейгені жақсы да, сан көбейген кезде сапасы өседі. Соған да бір өзіміздің үлесімізді қосқан болайық деп жаңа бір бастамамен жасадық. Сол әкімшіліктің несімен осы тұңғыш президент қорының қолдауымен осы жердегі ақылны галереяда өтті ол көрмеміз. Енді деңгейлі бағалайтын мен емес, оны негізі өнертанушылар сіздердің уақыттарыңызға алтын сыра, сіздер бағалап, жаңа сын түзелмей, мін түзелмейді деп, мін түзелмей, сын түзелмейді деп өздеріңіз айтып, жазып, жаңа керек болған жерде кездескен кезде суретшінің өзіне тікелей болса да айтып жүрулеріңіз керексіздер. Жалпы мына өнертанушылармен жаңа біз кескіндемесі немесе өнер сүйер қауым деген адамдар өздері тығыз байланыста бір үйдің жаңа егіз баласы сияқты жұмыс істеуіміз керек деп ойлаймын. Өйткені жаңа біз сіздер айтқан сияқты жазып жан-жаққа не алғанмен ол берілмесе, енді берілмеді екен деп теріс айналып төгіліп кетпейміз ғой. Біз осы егіз жұмысымен жұмыс істей беруіміз керек. Сол үшін жаңағы әркім жеке өзінің ішкі дүниесінде шешу керек та. Мен жаңағы мемлекетім үшін не істей аламын? Мен мысалы үшін жалпы айтамын, мен мемлекеттің патриотымын, бірақ мен қазіргі депутат немесе қазіргі бір нәрсенің патриоты емес, мен жалпы Қазақстан мемлекетінің патриотымын. Мен осы жерде сол үшін мен не бере аламын, қолымнан не келеді деген сияқты көзқараспен істесем, ендеше менің әлгі біреулер менің еңбегімді бағалауы мүмкін, ол да не емес, нәтиже емес. Әркім өзінің қолынан келгенше бір нәрсесін істеп кету керек деп ойлаймын. Қазақстан суретшілер одағының жас суретшілер бірлестігі төрағасы Оралбек Табеке. Енді сіздің қосатын ойыңыз, яғни бүгін мінекей осыған дейін негізгі мәселе жас суретшілердің төңірегінде болып отыр. Жас суретшілер бүгінгі бейнелеу өнеріне не беріп жатыр? Жас суретшілердің бағыты қалай, жағдайы қалай? Осы жайында өзіңіздің ойыңызды, пікіріңізді білдірсеңіз. Рахмет. Бүгінгі дөңгелек үстелдің болып жатқаны біздің бейнелеу өнері төңірегі туралы. Ол өте қуантарлық жағдай, және де бір игі бастама деп санаймын өз басым. Мына жерде айтылып жатқан тақырыпқа тоқтамас бұрын мен айта кетерім өзімнің жеке суретші ретінде көзқарасым. Суретші болмас бұрын ол әуелі адам. Қазіргі уақыт ол шындап келген кезде бұлай мастерствоның шеберліктің заманы емес. Шындап келген кезде біз суретші екенімізді қалай көрсете аламыз, біз қалай тұлға ретінде суретші екенімізді көрсете аламыз дегенде, шынымен біз адам болып ойлануымыз керек деп ойлаймын. Кескінді неге тастап отырған проблемасын айтып береді. Осы жерде де көтеріліп жатыр мәселелер. Мәселелер көтеріліп жатыр. Көппен көтерген жүк жеңіл дейді ғой. Барлығымыз біріксек, жұмылсақ, әрқайсымыз өзіміздің орнымызда кім екенімізді нақты біліп тұрсақ, осында шынын айтқанда өнер үшін сен мен тұрайын дейтін өнердің қаймағы адамдар жиналып жатыр деп санаймын. Себебі өнертанушылар болсын, осында суретшілер болсын, мен жасаймын, мен бағалаймын деген адамдар, мен ұйымдастырамын, сен кел, сен қой, мен сені бағалаймын деп былай тырысып жатқан адамдар, яғни қоғамда, әлеуметтік ортада өзінің еңбектерімен танымал болып отырған өнердің қаймақтары осы дөңгелек үстелдің басына жиналды деп санаймын. Сол үшін де көппен біріксе, көтерілмес жүк жоқ болар. Бірге жұмыс жасайық. Рахмет. Сонда жалпы адамзаттың дамуының ақыл-ой, санада өзгерістер керек. Мысалы, біз үшін демократияда жүргеніміз Америка үшін ескірді, шаршады. Әлемді басқару керек, тиісті ұлттар бар. Бағанағы айтқандай, өнер арқылы. Сонда, мысалы мынандай, естігенім бар еді, экология деген тақырыпты алу үшін бір журналистпен шарт жасалған. 5 жылдың ішінде осы тақырыпты алып шықты. Бүкіл әлемдік тақырып, экология. Яғни,
Мысалы мен кейде ойлаймын, бүкіл изімдердің бәрі біздің өнерде. Өйткені бейнелеу өнер формировать етеді. Музыкада да қолданады, поэзияда қолданады, изімдер такой. Сонда қарап отырсақ, олар көбіне суретшілерден күтеді. Мына әртістерді көңіл көтеру үшін пайдаланатын шығар. Оларға да қолдаулар болып жатыр. Және олар да қазір халықтың көңіл күйі. Мүмкін. Сөйтсе бейнелеу өнеріне назар аударады. Өйткені ол жақта корректировать ететін орта бар. Болашақ адамзаттың бағыты бейнелеу өнермен байланысты. Соған үлкен қаражаттар бөлінеді. Банктер ақшасын айырмайды. Еркіне жіберген. А бірақ суретшіге не керек? Біз айтып отқандай. Еркіндік қана. Еркіндік болу үшін ана сіздің қаржы жағдайындамыз ғой. Ол жағдай ол жақта өмір сүреді. Яғни күн көрумен өмір сүру айырмашылығы. Біз күн көріп жатырмыз. Соны айтып жатырмын. Ол жақта өмір сүреді. Жатыр еркіндік. Суретші, график дизайнер, арт-менеджер, қолөнершілер одағының координаторы Тоғжан Құттығаева сізге берсем деп отырмын. Сіз осы жайлы нақты қысқарақ өзіңіздің ойыңызды айтып кетсеңіз. Рахмет, қайырлы кеш, құрметті әріптестер. Өзім сурет маманы болғанымен, осы соңғы 6 жыл арт-менеджмент жұмыстарды атқарып жүрмін. 5 жылдай көркем галереяда жұмыс істедім. Қазір қолөнершілер одағының координаторы болып жұмыс істеймін. Және де осы менеджменттік жағынан осы сұрақтарға тоқталып кетсем деп ойлаймын. Осы кішкентай бір ойым бар жазылған, соны айтып кетсем. Бүгінгі бірнеше сұрақтар бойынша мына жақта жазылып тұр екен. Көркемдік деңгейін бағалау, яғни бейнелеу өнеріндегі суретшілердің жұмысы жайлы. Әрине бұл өте терең сұрақ. Осы суретшілердің жұмыстарын бағалау деген енді аса жоғары мамандықтар бермесе, немесе халықтың көңілінен шықпаса, бұл сұрақтың жауабы риторикалық деп ойлаймын негізінде. Ал шығармашылық жұмыстың өзінде де белгісіз бір X-фактор болу керек. Ал насихаттау жұмысын ол әрине өнер танушылардың және арт-менеджерлердің, арт-дилерлердің, агенттердің жұмысы. Осы Қазақстан бойынша бізде әрине осы бағытта мамандар аздау, бірақ дегенмен жұмыс жасалып жатыр. Осы соңғы 2 жыл бойы формалды емес арт-кластер ұйымы құрылып жатыр. Ол жерде көркем галереялардың, театрлардың, музыка саласындағы арт-менеджерлер бастарын қосып, бір-бірімен кеңес алысып, тәжірибе алмасып, жұмысты атқарып жатыр. Оның ішіндегі Жанна Мәмбетова қоғамдық қорының Cultural Dialogue деген қоғамдық қорының негіздеушісі, көптеген осы соңғы 2 жылдар бойы көптеген тренингтер, өнертанушыларға, арт-менеджерлерге арналған мастер-класстар өткізіліп жатыр. Соңғы біздің қатысқан тренингіміз цифрлық маркетингге арналған осы Варбанованың несіне осы залда өткізілген қатысқан болатынбыз тренингінде. Өте пайдалы деп ойлаймын. Әрине, себебі бүгінгі көп мәлімет интернет арқылы алып отырамыз, үйде отырмақ. Ол өте маңызды сұрақ деп ойлаймын. Және де маңызды бір шара былтыр өткен Жібек Қараманқызы керемет арт атты халықаралық конференциясы өткізген болатын. Ол жерге Sotheby's, Christie's сияқты ұйымдардың өкілдерін және де арт индустриядағы қызмет ететін заңгерлерді шақырды. Өте қызықты, өте салмақты конференция болып өтті. Өзі де соңғы осы 2-3 жыл өнер саласын зерттей отырып және кеңестік тренингтер өткізеді. Кімге қызық, әрине ол жақта әрине бір-бірімізге қарым-қатынас жасап мәлімет алуға болады. Галерея өндірісі осы жас суретшілерге не бере алады? Или болмаса галерея жас суретшілермен байланысы бар ма? Сол жайында айтып кетсеңіз. Өте қызықты сұрақ. Себебі мен ойымша қазіргі таңда жас суретшілерге
өте үлкен көңіл болу керек. Олардың жаңағы әрине көп нәрсе айтылып кетті, иә. Әрбір суретшінің өзінің жан дүниесі бай болу керек, өзінің айтар ойы болу керек деген. Бірақ менеджменттік жағынан қарағанда оларға да орын болу керек, көрсететін өзінің шығармашылығын. Және де еститін пікірі болу керек. Олар тек қана шеберханада шектеліп отырса, әрине ол өнерлерін ешкім көре алмайды, ешкім бағалай алмайды. Олар деген бір кішкене менде тәжірибе болатын студенттер үшін көрме ұйымдастырған болдым. Олар үшін ол бірінші үлкен көрме болғандықтан, олар студенттік ішіндегі үздіктер болатын. Бірақ галереяның келгелердің өздерінің жұмыстарын көріп, өздеріне объективті баға қойғанда, әрине бағалары өздеріне қойған баға төмен болды. Ол менің ойымша ол өте маңызды. Ал жаңағы менеджментке оралатын болсақ, осы мен айтып кеткен шаралар барлығы толығымен орыс тілінде өткен. Менің ойымша ол үлкен минус. Яғни орыс тіліндегі жұмыс атқаратын менеджерлер мен қазақ тілінде жұмыс атқаратын менеджерлер бір-бірімен қарым-қатынас жасамайды, және де осы қателікті түзеп, бір-бірімізбен үлкен қарым-қатынас жасауымыз керек деп ойлаймын. Сонымен қатар, тек қана Қазақстанмен ғана шектелмей, орталық азиялық мамандармен бірге жұмыс жасау керек деп ойлаймын. Осы 16-17 қарашада өткен орталық Азияның арт менеджерлерінің форумына Бишкектегі өткен барып қайттық. Ол жерде тек бейнелеу өнерінің саласында жұмыс істейтін менеджерлер ғана емес, музыка, театр және басқа да қолданбалы өнердің менеджерлері қатысып, өздерінің кейстерімен бөлісіп, өздерінің тәжірибелерімен ой бөлісіп кетті. Менің ойымша, әрбір менеджер өзі үшін, өз жұмысы үшін керекті нәрселерін алып кетті деп ойлаймын. Және де сол жерде бірнеше галереялар өздерінің бір-бірінен қарым-қатынас жасап, бір-бірлерінің елдерінің суретшілерін бірге үйінде таныстырып, бірігіп көрмелер жасап, сондай келісімге келді. Ол өте жақсы деп ойлаймын. Жаңа көп нәрсе айтылды, баспа жайлы, сол Бишкектегі шығарылатын Намат культура, яғни Намат мәдениеті атты журнал шығарылады, және де олар өнер тақырыбындағы мақалаларды қарастырады. Егер де мәлімет керек болса, қуана бөлісерміз, жаңағы редактордың телефондарымен, емейлдермен жұмыс жасауларыңыз келсе. Рахмет, көп рахмет. Ал енді бүгінгі күні жас суретшілерді тәрбиелеуде, сонымен бірге осы жас суретшілермен көп жұмыс істеп жүрген бізде. Олардың көрмелерін ұйымдастырып жүрген осы Темірбек Жүргенов атындағы өнер академиясының оқытушысы Жанна Тыныбекова. Өзіңе сөз кезегі. Рахмет. 8-ші көрмеміз Қазақстан монументалды өнеріндегі заманауи федерациялық витражный мозаика деген көрмеміз Алматы музейде өтіп жатыр. Көрмеге біздің жас суретшілер, студенттеріміз, Жүргенов атындағы 3-4 курстың студенттері қатысты. Мен айтқым келеді, суретшілер, жас суретшілердің атынан, студенттің арқасынан осындай тұңғыш президент қоры бізге 2 пешат берді. Лабораториямыз ашылды. Сонымен ойлаймын, осы 8 жыл көрме жасағанымыздың пайдасынан осындай пеш алынды. Акиматымыз оны баннер жасап берген бізге. Сондай қолдау бізге көрсетіп жатыр. Сол үшін мен осы жас суретшілерді қолдаймын. Рахмет айтқым келеді. Олар біздің витраж өнері болған соң тек қана суретші емес, біз химия жағына да өтеміз. Математикамыз да бар, неге десем, пештің программасы бар, уақытысы бар, температурасы бар. Соны бәрін біз бірге жүргізіп жүрміз. Олсыз біз жұмыс шығармаймыз. Неге десеңіз, пеште жұмысын сынып қалса, уже жұмыс шықпауы мүмкін. Сол үшін мен суретшілерге айтатын,
студенттерге. Тек қана сіздер сурет жағынан емес, сіздер химия жағынан да білу керексіңдер, математиканың жағынан, есеп жағынан да білу керексіңдер. Сол үшін олар енді бұл жерде екі алып жүр, екі жақта. Енді мен ойлаймын, бір белгілі студенттеріміз 3-ші мен 4-ші курс бірінші рет қатысты 8-ші көрмемізге. Ары қарай енді осы мен екі жолымызды алып жүрсек. Енді мен соңғы сөзді әдейі бағыналы бері ұстап отырмын. Осы өйткені өзінің ойын қорытып, бір шетінен өнертанушы ретінде біздің Темірбек Жүргенов атындағы өнер академиясының оқытушысы ыдырыс Зухраға бергім келіп отыр. Әрине, оны енді бәріміздің естігеніміз, біраз орта қалыптастырып, жан-жақтан жиналғанымыздың өзі қуанышты. Енді жастардың шығармашылығын қолдауға, насихаттауға келер болсақ, тақырып бойынша жастар неге жұмыс істейді. Бірақ сол тақырып алдын ала берілсе, бір жыл болғанда 6 ай бұрын айтылса, яғни ол үндемейді, ол жұмысы арқылы көрсетеді. Сол жұмыс, сол суретшіден сондай жұмысты көру үшін суретке де сондай жауапкер болу керек, жауапкершілік таныту керек. Яғни әрбір ұйымдастырған көрмеде немесе жаңа қолдау болсын, сол жауапкершілікті алса, әрбір суретші одан белгілі бір жүлде аламын, орын аламын деп қатыспау керек. Ол шығармашылық қоғамы, ол өзінің дауысын, өзінің үнін, өзінің дыбысын шығару керек. Біріншіден ұйымдастырушыларына, осы келіп қатысушыларға, барлықтарыңызға рахмет айтамын, өте жақсы дөңгелек үстел болды. Енді осы қазанда айналып өткен соң бәріміз осы жағдайлардың бәрін білеміз ғой. Бәрі болып жатыр. Қысқарақ кішкене пікірімді айта кетейін. Жаңа әлеуметтік жағдай туралы, қолдау туралы айтып жатырмыз. Соны енді келешекте осы ары қарай жалғасады деп ойлаймын. Сол кезде жас отан, жастар қанаты, тағы әкімшіліктегі әртүрлі өнерге, мәдениетке бөлімдер бар ғой. Басқа осы президент форумына олар қатысса, олар да біздің жаңағы жылап жатқанда бұлар неғып жылап жатыр деген нәрсені білсе, аяғы ауырып жатыр ма, қаны ашып жатыр ма, киімі жоқ па, солардан толықтай хабардар болатындай бір жағдай жасаса. Бірақ жалпы осындай жылжып жатқанда жаңағы биыл былтыр көптеген көрмелер болып жатыр. Өз басым рахмет айтамын, ұйымдастырып жатыр. Жалпы ана үрдіс бар, механизм айланып жатыр. Енді ол біртіндеп эволюциялық жолмен келеді. Сондықтан алынбайтын ештеңе жоқ, бірақ жаңағы жоғарыға үнімізді жеткізе білуіміз керек. Кішкене асығып кеттім, бәрінің уақытын құрметті. Рахмет барлықтарыңызға. Негізінен де осы бүгінгі ұйымдастырылып жатқан нәрсе негізі орынды да шығар. Бізде негізі мынау қазір Қазақстан суретшілер одағы бар, шеберлер одағы бар, президент фонды бар, бұдан басқа да ұйымдар көп, ассамблея бар. Егер жолын тауып, кәдімгі жәрдемдесең, ондай ұйымдар көп. Енді бізге қазір осы мысалға суретші одағы мен шеберлер одағымен қазір тығыз байланыстамыз. Суретші одағынан біз мастерская арендаға кетсек, шеберлер одағы біздің ары қарай дамуымызға халықаралық байланыстар жақсы орнап беріп отыр. Бұл өтірік нәрсе емес. Бүкіл осы мен осы уақытқа дейін шығып жүрген шетелдегі сапарларымның 70-80% сол кісілер үлесінде. Яғни бізге сондай ұйымдар керек негізінде. Сондай жаңағыдай байланыс орнатылатын. Енді ол мен тек одақты ғана тіреп қоймаймын бұл жерде. Осындай фондтардың да негізгі мақсаты сол болу керек. Жаңағы шетелге жіберіп жатқан сапарлар, көрмелерге барып келуге осындай гранттар береді осы жерде мысалы. Соны рет келсе пайдаланған дұрыс жастарға. Қазір бізге негізгі нәрсе, мен бір нәрсе жек көремін, жылай бергенде алақанжай. Мысалға бізге Құдай берді ғой, аяқ қолды берді, тілді берді. Жасың 40-қа келгенше тынбай еңбектен ары қарай соның еңбегін жейсің. Мысалға қарап отырсаңыз, бізде қазір әрбір суретші өзінің атын бренд жасап ойлау керек. Қандай мақсатпен болса, танымалдығын жаңағы. Белгілі ғой, академизммен, реализммен мықты көтеріледі, содан кейін ары қарай өз жолымыз дейді. Мен осы нәрсені айту керек. Және мына жаңағы порталында ақпараттық демеушілер жоқ, қолдаушы материалдар жағынан жоқ деп жатыр ғой. Яғни ақыры осы салаға сіздер тақырып ретінде кірген екенсіздер, сіздер бұның коммерциялық жағын ойластырыңыздар. Тек бұл сайтты коммерциялық жасап жіберу керек емес. Жалпы осының баламалы түрде коммерциялық жобасы болу керек. Сол арқылы ақша табатындай. Содан кейін біздің мынау суретшілердің жағдайы неден нашар дейді. Нашар емес, жағдайы жақсы болып кеткен ағаларымыз жоқ ма? Мысалы Ерболат Төлепбаевтар неге айтпайды? Ондай бар ғой. Мысалға жаңағы заманауи өнерді кейбірде жақсы көрмейсіздер, бірақ сол заманауи өнердің ішінде де бір салалар бар, жақсы дамитын адамның қажеттілігіне керек. Мысалға интерьерде, дизайнда, архитектурада пайдаланатын. Осы салалармен айналысу керек. Бізде қазір өнертанушы бар, суретші бар, соның арасында жалғап тұратын өнер саудасын ұйымдастыратын адамдар жоқ.
егер жоқ болса, жоқ екен деп алақан жая бермей, жаңағыдай мүмкін болса өзіміз керек босын іс жасауында, бос жатқан салалар. Осы биыл шебер байқауы 9-шы рет ұйымдастырылып отыр ғой. Сол байқаудың арқасында біздің көптеген өнерлі жігіттеріміз, педагогымыз жыл сайын қатыса отыра, және де біздің үлкен шеберлеріміздің кеңестерін тыңдап, өздерінің деңгейлерін көтере отыра, жүлделі орындарға ие болып, шетелдегі тренингтерге қатысып, өздерінің шеберліктерін көтеріп, көптеген жігіттер мен қыздар өздерінің жеке нелерін ашып, шеберханаларын ашып, қазір мысалы Алмастың өзінде де шәкірттері бар, 10 адамнан асып отыр, және де мені мақтанғым келеді Алмаспен, себебі деген осы 24 күні қарашада өткен шебер байқауының фестивалінде кәсіпкер номинациясын қолдап ақшалай премия беріп отыр. Соған үлкен мен үшін ол шеберді қолдап отырған ол үлкен жетістік. Bu yerде общий мәселе, мысалы жастар бітіріп жатыр, жүрген түртіреді, ағып түртіреді. Байқұстарға социология, мәдениеттану, соның кен жағынан культурология, небір сабақтар береміз бір семестрден. Енді сол жерге мысалы ОБЖ дейді. Неге сол жерге маркетинг туралы, менеджмент туралы, тайм менеджмент туралы солар қоспайды, мысалы қарапайым сұрақтар бұл. Егер сол қосылатын болса, адам кішкене нарыққа сай ойланатын болады. Ал нарыққа сай ойламаған адам торт жасай алады, ол сата алмайды. Соның айналысатын агенттіктердің құрылымына ықпал ететін осы жаңағы суретшілердегі, қолданушылардағы президенттің қорымен. Осындай қорлар қаншама бар. Солар құруына ықпал ету керек. Осындай мәселе бар екен, сондай орынның бос жатқанын көрсетсе егер қоғамға, сол кезде пайда болады ол жаңағы нарыққа шығаратындар. Кім? Алмас. Мынандай бір әңгіме айтқым келеді. Қазақта сөз бар. Өлі арыстаннан тіршіған артық. Айтып отқан шын? Тарих бойынша өлі арыстанның өлімдігі артық шыққаны. Енді заң ғой. Содан бір профессионал тарихшы жылап отыр дейді. Сондай, неге жылайсың десе, мен байдың осындай балалардың оқыттың, сен тарихшы болып, өмір бақи тарихшы болдың. Сонда айтатын қарнымның ашқанын, қадірінің қашқанын жылайын. Өнерде қадір деген оны ұмытпау керек. Бірақ жаңа сіз айтқан басшылық, жетістік, ол орнына жұмсалып, өнерді көтерсе, өнер адамзаттың тәжі ғой, құндылығы ғой, ар абыройы ғой, және оның ішінде ұлттық. Және сізден бөтен емес. Екеуіңізде, біреуің 40, біреуің 40. Негізі дұрыс айтқаным. Сіздікі более қазір қабырғамызда тұрған нәрсе. Бірінші бұлбұлға да жем керек дейді, қарның аш болса қалай осындай бір өзінің бүгінгі дөңгелек үстелдің аясында қысқаша түйінімді айтам. Айтып отырмын, енді осы әнәс өзім ұйымдастырып отырғаннан кейін, әрине бұл жерде тұңғыш президент қорының өкілдері де болғаны дұрыс еді деп ойлаймын. Өйткені жаңа оларға да арналған жаңағы нелер болды, ұсыныстар болды. Мүмкін соларды тыңдау керек еді. Яғни бұл қорды ашып қойды, яғни жұмыс жасап жатыр, тек қана жастардан қазір креативті идеяларды қажет етіп отыр. Осы бүгінгі айтып отырған жаңағы идеялар, ұсыныстар мүмкін олардың да бір идеяларын тудырар ма деген осындай оймен мен бүгінгі дөңгелек үстелімізді жабық деп жариялаймын.